Маратхан Арапханұлы 1961 жылы 7 қарашада еңбек қызыл ту орденінің иегері болған шопандар отбасында Жыланды ауылында дүниеге келген. Қазіргі Алакөл ауданы Жыланды ауылында орта мектепті 1979 жылы жақсы бітіріп, 1980-1982 жылдары әскери борышын өз еркімен барып, абыроймен атқарып, аман-есен елге оралды. Одан әрмен ауыл шаруашылық техникумын және институтты сырттай оқып бітірді. Еңбек жолын колхозы есепші бригадир, бас агроком колхоз басқармасының орынбасары болып, 1984-1998 жылға дейін қызметтер атқарды. Одан әрі шаруа қожалығын құрып, 2004 жылы Алматы қаласына қоныс аударды. Содан бері жеке кәсіпкерлік жұмыстармен айналысып келеді. Алматы Қорғас автожолын, Қорғас бақты, Достық кеден бекеттерін салуға өзінің үлесін қосып, Қазақ жол құрылыс компаниясымен Догуш Кулман түрік компанияларымен серіктес болып, бірнеше жылдар аянбай еңбек етіп келеді. Мұсагожина Алмагүл Сембек қызы 1963 жылы қарашаның 23-інде білікті ұстаздар отбасында дүниеге келді. 1971-1981 жылдары Жыланды орта мектебін бітірді. 1983 жылы ақпан айында Маратхан әкемізбен шаңырақ көтеріп, ұл-қызды болып, 10 шақты немеренің атасы мен әжесі болды. Алмагүл анамыз саналы ғұмырын отбасына, балалары мен немерелерінің тәрбиесіне, оқуына, жоғары білім алуына, отау құрып, үлгілі жанұя болуларына арнап келеді. Арапхан әулетінің үлкен шаңырағын шайқалтпай, көгертіп, көктетіп, өндіріп, өсіріп, үлкен үлгілі жанұяның отанасы атанып отыр. Бүгін міне Алмагүл анамыз 23 қарашада 61 жасқа толып, адал жар, аяулы ана, асыл әже және зейнеткер атанып жатыр. Ағайын туған, туысқандарын, құда жекжаттарын, дос жарандарын, көршілерін, сыныптастарын, бәрінің бастарын қосып, дүрілдетіп той жасап отырған жайы бар. Әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадірін дейді ұғынбаймыз. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сыйың бәрінен биік екен, таудан да биік. Әкемнің иық екен, шықсам да шыңға, басымды иіп өтем мен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен,